жаңағы техникамды ашып айтайын, мен қалай гармониялық отбасыға айнала алдым, қалай күйеуімнің алдында құрметке ие болдым, қалай жаңағы қызғаныш отбасымыздан кетті, Аллаға шүкір жаңағы ұрыс-керістің орнына жаңағы қарым-қатынасымыз дұрысталды дегенге толығырақ атап өтетін болсам, мен әрбір жаңағы ұнамайтын қасиеттерін жақсы қасиетке ауыстырып отырдым. Жақсы қасиетке ауысқан сайын ол адам көз алдында жақсара бастады. Сонда қараңыздаршы, мынандай екен да, өте қызықты нәрсе. Біз күйеуімізді мына ойымызда қандай деп көреміз? Мысалға айталық, күйеуімізді ақымақ, бейшара, сорлы деп көретін болсақ, мына миымызда сондай адам деп есептейтін болсақ, ол көз алдымызда қатыгез, мысалда, тура сондай болады екен ғой көз алдымызда. Ал енді жаңағы мен жасаған техника қалай болды? Мен оның алдында күйеуімді жаңағы ұрса береді, мені түсінбейді, мені жаңағы тыңдамайды, тек өз айтқанымен жүреді, ашушаң деген секілді менде сондай болды да, мысалы менде бұрын. И сосын ол шынымен де менің алдымда дәл сондай адам болды. Ал мен қалай өзгердім? Мен өзімнің ойымды өзгерттім. Мен уже ойыма негізі жақсы адам. Алла тағала оны өте жақсы адам қылып жаратты деген секілді жақсы ақпараттарды мен миыма не істедім, сендірдім. Мен миымда сондай жақсы ақпараттар болды. Бірақ оны өтіріктен алуға болмайды ондай жақсы ақпарат. Сіз егерде күйеуіңізді жақсы танисыз, егерде дұрыстап мән беріп қарасаңыз, сіз шынымен де оның өте көп жаңа жақсылықтарын тауып аласыз. И сосын сол нәрсені мен миыма сендірдім, и шынымен де менің күйеуім менің алдымда дәл сондай адам ғой. Ойлаңызшы, қандай керемет. Сондықтан осы нәрсе бұл өте күшті. Мен мысалға қазіргі таңда проработка жасаймын. Адамдар әйелдерге, сол кезде әйелдерден сұраймын ғой, сен өзің қандайсың десем, мен бейшара, сорлы, ақымақпын, топаспын дейді. Ал күйеуің қандай десем, тоже дәл сондай неде айтады да, оны да бейшара, сорлы, қатыгез, жаңағы ешкімді ойламайды деген секілді айтады да. Көрдіңіз бе? Яғни сіз өзіңіз туралы ойыңызды өзгертесіз бірінші, одан кейін күйеуіңіз туралы ойыңызды өзгерткен кезде ғана сіздің өміріңіз өзгереді. Қыздар, қандай тамаша. Алла тағала бізді бәріміз ерекше, біртұтас, толыққанды, бірегей етіп жаратты. Ешкімге ұқсамайды, әрқайсымыз ешкімге ұқсамайтын жаратты да. Ал соның есесіне, сіз өзіңіздің жаңағы бейшарамын, сорлымын, ақымақпын деген айтқан сөзіңіз арқылы Алла тағалаға шағым жіберіп жатсыз да. Осы нәрсемен жұмыс жасаңыз. Сіздің шағымыңызға, сіздің претензияңызға Алла тағала сізге проблема жіберіп жатыр негізінде. Сондықтан сіз осы нәрсемен жұмыс жасаңыз. Сіз бұдан былай өзіңіз туралы және күйеуіңіз туралы жақсы ойлаңыз.